Қайырлы күн, балалар, қалдарыңыз қалай? Апталық тестіміздің талдауын бастаймыз. Әдеттегідей 1-ден 20 есепке дейін болған есептерді шығарып көрсететін боламын. Балалар, осы апталық тестте талдап көрсеткен есептерімді сабақ кезінде сұрасам, еске түсіре алмай, керек кезінде пайдалана алмай отырмыз. Есептерді жай ғана көріп көшіріп қоя салу емес, мұқият тыңдап, керек кезде қолдана алып, балалар, апай қалай орындап жатыр, қалай шығарып жатыр, апай қалай ойланды, қалай оқыды деп барлық нәрсеге мән береміз. Ең қарапайым оңай есептердің бірі бұл бірінші есебіміз. Міндетті түрде жақшаның алдында сан болғаннан кейін не істейміз? Жақшаға осы сандарды көбейтіп шығамыз әрине. Демек, -9-дан 1-ге көбейтеміз 3b-ны. Минус төбеде бізде 3b пайда болады, ал астында 9. Минус 9-ға көбейту керекпін, -9-дан 1-ді. Ол кезде бізде пайда болады, минус плюс болады, және 1. Әрі қарай плюс 3-тен 1-ді көбейтеміз b-ға болады, төбеде b, астында 3. Келесі қосылған, тағы плюс болады бізде, мына таңба мен мына таңба екеуі. Көбейтетін болсам, жоғарыда 4, ал астында 3. Енді мына екі санды бір-бірімен қысқартатын болсам, ол бізде пайда болады b бөлінген 3. Енді қараңыздар, балалар, бізде пайда болды b бөлу 3 минусымен плюс 1 және плюс b бөлу 3 плюс 4 бөлінген 3, немесе 3-тен 4. Енді қараңыздар, мынау минус b бөлу 3 плюс b бөлу 3. Әрине екеуі бізде қысқарып кетеді, 0-ді береді. Енді 1 бүтінге 4 бөлу 3-ті қосу ғана қалды бізде. 1 қосылған 3-тен 4 болады. Ол бізде не? 3-тен береміз 7 бөлінген 3. Бұл бізде с нұсқасы. Егер дәл осылай жауап алған болсақ, өте дұрыс, молодцы. Келесі тағы да бізде есептеу екен. Бұл бізде теңсіздікті шығару керекпіз. Теңсіздік. Ал 4 асты 2, ал мына санның астында 1 бар. Ортақ бөлім әрине 4 болады. 4 болу үшін мынаған 2-ден береміз. Енді көп жағдайда біздің ескермейтініміз қай жайт? Мысалы, 1-ге көбейтсем, 3x қосу 2 болады өзі. Келесі қараңыздар, балалар, минус 2 көбейту x болып тұр. Минус 2x. Минус көбейту минус болады плюс 6. Кіші 12-ден 3-ке 4-ті көбейтем. Енді 3x азайту 2x, 2-ның таңбасы өзгермейді, балалар. 12-ні жазам, 6 өтеді, 2 аржаға өтеді. 12 минус 6 минус 2. 3x-тан x азайтсам, x-тің өзі, x кіші, 3x-тан 2x азып, x, 1x, яғни x кіші, мына жерде 6, 6-тан 2-ні азайтсам, 4, x кіші 4-тен. Сандық өзге саламыз, 4-ті белгілейміз, боямаймыз. Таңба қатаң, x кіші болғандықтан солға қарай жүргіземіз. Болады бізде минус шексіздіктен 4-ке дейін. Бұл жауап бізде әрине А нұсқасы. Минус шексіздіктен 4-ке дейін. Келесі есеп 3-ші мәтіндік есеп екен. Бізде 3-ші номердегі. Қараңыздар. 2 велосипедші бір-біріне қарама-қарсы бағытта шықты. Оқыдым, жазамыз. 2 велосипедші қарама-қарсы. Біріншісі 15 км жылдамдықпен, V1 15 км сағат жылдамдықпен. Екінші жылдамдығымыз 20 км сағат жылдамдықпен. Олар 2 сағаттан кейін бір-бірінен қанша қашықтықта болады? Бір-бірінен екен, демек бір-бірінен қанша қашықтықта болады? Хорошо. V1-іміз бар,
Т уақыт бізде белгілі 2 сағат. Егер жылдамдықта бізде қарама-қарсы келе жатқан болса, ол жағдайда не істейміз? Бір-біріне қосамыз. Демек, S қашықтық табу үшін V1-ге қосамыз V2-ні және көбейтеміз Т-ға. Енді балалар, еске түсірейік. Бірінші жағдайымыз бізде қарама-қарсы бір-біріне келген жағдай. Ол кезде жылдамдықтар бір-біріне қосылады. Екінші жағдай бір-бірінен қарама-қарсы V1 плюс V2 болады. Ал үшінші жағдай бірін-бірі қуып бара жатқан жағдай. Бұл жағдайда екеуін бір-бірінен несеміз? Азайтамыз. Біздегі жағдай бірінші. Демек, V1-дің орнына бізде 15, екіншісіміз 20, екеуін қоссам 35, 2 сағатқа көбейтсем 70 километр. Д нұсқасы. Келесі, төртінші сұрақ. Төртінші сұрақ тағы қозғалысқа байланысты есеп. Ұшақ 3 сағатта 2160 километр ұшты. Демек, уақыт бар 3 сағат. Ұшқан қашықтығы бар 2160 километр. Осы ұшақ 7 сағатта қандай қашықтықты ұшып өтеді? Демек, 7 сағатта қандай қашықтық ұшып өтеді деп тұр. Енді 7 сағатта жүргенін табу үшін мен бұл жерде маған жылдамдық керек болады. S-ті бөлемін Т-ға. S-іміз бізде 2160 километр бөлінген 3 сағат. Осылайша V-ны тауып алайық. Біздің басты маңызды формуламыз SVT. Кейін 2160 бөлеміз 3-ке. Кейін келесі бізде қандай амал орындаймыз? Бөлу. Неге? Өйткені біз жылдамдықты табу керекпіз. Балалар, жылдамдықты табу керекпіз. Ал жылдамдық бізде қашықтықты уақытқа бөлу арқылы табылады. Ал бұл жерде бөлуде пайда болатын, ол бізде осы ұшақтың жылдамдығы 720 километр сағат. Енді біз қайтадан, енді бізге 7 сағаттағы қашықтығы керек. Уақытымыз белгілі 7 сағат, жылдамдығымызды таптық. 7 сағат көбейту 720 километр сағат. Ол бізде болады 5040 километр. Жауап Б нұсқасы. Келесі есеп тағы да мәтіндік есеп. Қозғалысқа байланысты. 5-ші сұрақ. Өзен ағысымен, демек, өзен ағысымен жүзген теплоходтың жылдамдығы, демек, В меншікті, собственный болып тұр бізде 29-да 2 км сағат. Теплоходтың меншікті жылдамдығы, меншікті жылдамдық жазылыпты бөлек. Бірінші оқыңыз. Өзен ағысымен, демек, В ағыс пен болған жағдай 29,2. Теплоходтың меншікті жылдамдығы 27,3. Өзен ағысының жылдамдығын табыңыз. Демек, ағысты сұрап тұр. Балалар, бізде басты 2 формула бар. Ол біріншісі ағыс пен, ал екіншісі жылдамдық ағысқа қарсы деген. Ағыспен болған жағдайда меншікті қосылған ағыс. Ағысқа қарсы болған жағдайда меншікті азайту ағыс. Енді бізде мына тұрған бірінші жағдай. Осы жерде ағыспен бар, меншікті бар, ағыс жоқ. Ал
Мына ағыс бізде белгісіз. Онда қалай табамыз? Әрине азайту арқылы. Демек, мына формуладан бізде келіп шығады В ағыс тең ағыс пен азайту В меншікті. 29,2 азайту 27,3. Демек, екі жылдамдықты бір-бірінен азайту арқылы біз табады екенбіз ағыстың жылдамдығын. 1,9. Ол бізде ағыстың жылдамдығы. Келесі 6-шы сұрақ. Келесі тағы да бізде қозғалысқа байланысты есеп. Соңғы өткен тақырыбымыз өйткені қозғалыс болды. Жердегі қозғалыс, судағы қозғалыс. Теплоходтың өзен ағысымен жылдамдығы. В ағыс пен 36-да 5. Өзен ағысының жылдамдығы. В ағыс 2,5 км сағат. Теплоход өзен ағысына қарсы 4 сағатта неше километр жүріп өтеді? Демек, Т бізде ағысқа қарсы бар 4 сағат. Осы 4 сағатта ағысқа қарсы қанша километр жүргенін сұрап тұр. Енді, балалар, негізі бұл жерден біз S ағысқа қарсыны қалай табамыз? В меншікті азайту В ағыс көбейту өзінің уақытына. Енді меншікті бар ма? Жоқ. Ағыс бар ма? Бар. Енді мына екеуін пайдаланып, ағыспен және ағыс осы жерде меншіктің таба аламыз ба? Әрине. Оны табу үшін қараңыздар, бірінші формуланы тағы еске түсіреміз. Ағыс пен тең меншікті қосу ағыс. Осы жерде бізде меншікті жоқ болып тұр. В меншікті тең ағыс пен азайту В ағыс. Ағыс пен 36-да 5 минус 2,5. Осылайша біз нені тауып аламыз? Меншікті жылдамдықты. Ол бізде 34-ке тең. Ал енді формулаға қоямыз. S табу үшін меншікті дегеніміз 34, ағыс дегеніміз 2,5, азайтып, оған көбейтеміз. Уақытымыз 4 сағатты. Азайту керекпін 2,5 км сағатты. Және азайтқан мәнді көбейту керекпін 4 сағатқа. Болады 126 километр. Дұрыс жауап бізде С нұсқасы. Келесі 7-ші сұрақ. Аулада сиыр, қой және жылқы саны 5, 12, 3 қатынаста. Сиыр бар, қой бар, жылқы бар. Сиыр, қой, жылқы. 5х, 12х және 3х. Егер 30 жылқы болса, барлығы қанша? Демек, барлығын қосқандағысын сұрап тұр. Бірақ жылқымыз 3х. Олар 30 болса дейді. Онда х тең 10-ға тең болады. Мұнан апарып орнына қоямын. 5-ке 10-ды көбейтсем 50 плюс 10-ды көбейтсем 120 плюс 30. Жалпы 200. Барлығы 200 мал бар. Сиырлар 50, қойлар 120, ал жылқылар 30. Д нұсқасы. Келесі не істейміз? Қосындыны табамыз. Гаусс әдісі. Бастаймыз. Бірінші қадам 333 қосылған 1. 334. Екінші қадам 333 азайту 1 бөлінген. Арасы қанша болып тұр бізде? 2, е?
Демек, ара қашықтық 2 айырмашылық плюс 1. Бірді азайтсам 332, оны бөлеміз 2-ге болады 166. Ал оған 1-ді қоссам 167. Үшінші қадам 334 көбейту 167 бөлу 2. Мына 2 ара қашықтық заңдылық. Демек, 334-ті қысқартайық 2-ге, 167-ге 167-ні көбейтейік. Болады 27889. 27889 болады А нұсқасы. Есеп түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі есепке көшеміз. 9-шы есеп. Ал бұлда не бізде? Бөлшектік теңсіздік. Бөлшектік теңсіздік. Бұл жерде де бөлшектік болған үшін ортақ бөлім береміз. Ортақ бөлім 15, 3-тен берем, 5-тен берем, және 1-ден берем. 1-ден берген жағдайда ол не істейді? Өзгермейді. Қосылу 30х қосылған 35 кішінемесе тең 21х минус 6. Ал ағайындар жинақтаймыз. Х қосылған 30х азайту 21х үлкен немесе тең минус 6 қалды. Өткіземіз. Плюс 5 минус 35 болады бізде 10х тең минус 1 минус 36. Бізде таңбасы 10-ға бөлсем, әрине не болады? 31, 21, 10х дұрыс. Мына жақта минус 1, минус 35 болады, минус 36. Болуы керек бізде минус 3-те 6. Минустық жауап жоқ, қателік жоқ деп ойлаймын. Минус 5, плюс 35, минус 6. Неге менде мына жерде минуспен шықты? Демек, бізге керекті жауап есебімізді қайттан бір шығарып көрейік. Бәлкім мен бір жерден қателескен шығармын. Мән бермей кеткен бір жайт болған болса керек. Қазір мұқият қайта шығарамыз. Ал ортақ бөлім бердік. 1-ден, 5-тен, 3-тен кеттік. Х минус 5 плюс 5-тен бердік қой, болды. Бізде болады 10х. Мен мына жердегі таяқшаға қарап 15 деп есептеп кетіппін. 10х плюс 35 үлкен немесе тең 21х минус 6. Ал жазамыз х плюс 10х минус 21х тең. Бұл болады минус 10х. Ал мына жақта минус 6, минус 35 және плюс 5 болады. Тағы теңдеп кетіппін. Үлкен немесе тең минус 36-ға. Енді минус пен минус плюс болады. Х-тардың алды минус таңба болғандықтан таңба ауысады. Х кіші немесе тең 3,6-ға. Жауап С. Келесі теңдеулер жүйесі. Бізде х-тардың алды коэффициенттері әртүрлі болып тұр. Сол үшін бірінші теңдеуді 2-ге көбейтем. Пайда болады бізде 2х плюс 4y тең 24.
Әрі қарай 2x минус 3y тең минус 18. Екі теңдеуді бір-біріне азайтам. Мынау менде маған 0-ді береді. Екеуі қосылады, 7y болады, өйткені минус минус плюс. Минус минус екеуі қосылады. Бұл жерде 24 қосылған 18 болады 42, y тең болады 6-ға. Y-іміз 6 деген бізде бір-ақ вариант бар. Енді орнына қойып x тауып көрейік. Мына тапқан y-імді апарып, мына бірінші теңдеуге қойып тексеремін. Ал x плюс 2 көбейту y тең 12. X плюс 2 алтын көбейтсем 12 тең 12. Әрине бұл жерде азайтуы өтеді. Тең x тең 0. 0 мен y-іміз 6 болған жағдай d нұсқасы. Келесі бізде 11-ші есеп. Бастаймыз, балалар. Бізде 11-ші есебіміз модуль теңдеуге қатысты. Модуль теңдеу бастапқы өткен тақырыптарымыздың бірі, иә? Осы бөлшек теңдеуіміз, тағы да модуль теңдеулеріміз. Бұлар бізде бірінші аптаға қатысты тақырыптар. Балалар, қараңыздар, модуль теңдеуді шығаруда біз үш түрге несеміз, мән береміз. Қандай түрлері бар еді бізде модуль теңдеудің? Бірінші кезекте модуль теңдеуіміз тең болған оң санға. Ол кезде x тең a, x тең минус a деп екі теңдеу шығарамыз. Екінші жағдай, модуль теңдеуіміз 0-ге тең болған. Ол кезде бізде бір теңдеу орындаймыз және бір жауап аламыз. Үшінші жағдай, модуль теңдеуіміз тең теріс санға. Бұл жағдайда шешім болмайтын еді. Біздік енді бірінші жағдайға қатысты 2-ге ажыратамыз. x плюс 1,1 тең 2,2, x плюс 1,1 тең минус 2,2. X тең азайтумен өтеді, болады 1,1. Бірінші x-іміз 1,1. Ондай бізде екі жауап бар. Енді әрі қарай келесін табамыз. Бұл да минуспен өтеді, бір-біріне қосылады, минус 3,3. Қосу, азайтуы өтеді, бір-біріне қосылады. Жауап Б нұсқасы. Ең жеңіл есептердің бірі. Келесі 12-ші есеп. 40 оқушының 22-сі B үйірмесіне. Демек, жазамыз бірінші болып. Оқыған нәрсемізді жазып үйренейік. Демек, барлығы 40. B үйірмесіне B-ге 22-сі барады. N үйірмесіне 15-сі барады. 7 оқушы 2 үйірмеге де қатыспайды. Еш нәрсеге қатыспайды 7 адам. Оқушылар тек N-ге қатысатын оқушылар саны қанша? Чисто тек N-ге қатысатындар қанша? Тек N-ге. Ал бастаймыз. Ең әуелі біз 40-тан 7-ні алып тастаймыз. Өйткені ол 7 бала ешқайсы үйірмеге қатыспайды. Қалады 33. Енді 33 болатын болса, біз мұна B-ге қатысатындар мен N-ге қатысатын бір-біріне қосып, сосын жалпы 33 баланы алып тастаймыз. Екеуін қоссам 37, 37-тен 30-тан болады. Ол бізде қаншаға? 37, 33 болады 4. Енді ал дөңгелектерге орналастырамыз, балалар. Дөңгелектерге орналастырамыз. Демек, мұнау біріншіміз бізде B үйірмесі, екіншіміз бізде N үйірмесі, ортада 4, 22-ден 4-ті алып тастасам 18 бейшелер, ал әншілер 11. Так, нұсқалар бізде басқаша. Тағы есебіміз тексеріп көреміз. 40 оқушының 22-сі B-ге, 15 N үйірмесіне, 7 оқушы 2 үйірмеге де. Мына жерде көрдіңіздер ма? 2 үйірмеге де қатысады деп тұр екен. Көрдіңіздер ма? Мұқият оқымағандықтан. Так, сізде тестте отқанды дәл осылай оқисыз. Мен өте жақсы білемін. Мен жасаған қателікті сіздерде жасайсыздар. Енді қараңыздар.
Демек, ортасы белгілі екен. Онда ол жеп жеңіл есеп. Ортада 7, мынау бишілер, мынау әншілер. 15 болса, мына жақта таза әншілер қанша болады? 8, өйткені қосқан кездегі 15-ті береді. Мына жақта 22, бұл жерде 7-ні алып тастайтын болсам, қалады 15. Бізге таза әншілер керек, олар 8. Жақсы. Келесі 13-ші есеп. Ауданын табу керекпіз. Балалар, естеріңізде болсын. Мен сыныпта да түсіндірдім. Мынау толықтырған кезде қандай болып шығады? Толық бір дөңгелек болып шығады. Бірақ толық дөңгелектің қандай бөлігі берілген? 4-тен 1 бөлігі ғана берілген. 4-тен 1 бөлігі, міне. 4-тен 1 бөлігі. Демек, қазір маған толық аудан керек, бірақ одан кейін осы не керек? Шеңбердің 4-тен 1 бөлігін анықтау керекпін. Осы жердің ауданы маған керек. Аудан табу деген сөз, пи санын көбейту керекпін радиустың квадратына. Енді балалар, мына жерден қараймыз. Радиус керек бізге, өйткені пи саны белгілі. Пиді біз аламыз қандай? 3,14 деп. Кейбір жағдайда пиді 3 санына теңеп алынды деп беріледі. Пока пидің орнына 3,14-ті алам. Ал радиусты анықтаймын. Қараңыздар, біздің дөңгелектің центрі мына жерде. Бір клетка 2, 3, 4, 5. Демек, бізде не бар? 5 клетка. 5 торкөздің бір сызығы ұзындығы. Әрқайсы 2 сантиметрден екен. Мына сызығымыз 2, 2, 2, 2, 2. Демек, бұл жерде радиусымыз тең 10 сантиметрге. Осындайдың 5-еуі бар. 10-ның біздегі r квадрат қоя. Сондықтан 10 не деп жазамыз? 10-ның квадратын 100 деп жазамыз. Жауап 314. Дұрыс жауап Д. Так, есеп түсінікті болды деп ойлаймын. Тоқтатып 2 рет жазуды ұмытпаңдар. Келесі, ауданы 147 см квадрат болатын шеңбердің ұзындығын табыңдар. Пи санын 3-ке теңестіріңдер. Хорошо. Ауданы S тең пи r квадрат. Демек, осы пи r квадрат дейді тең 147 см квадратқа. Хорошо. Енді осы жерден r квадратты табайық. Көбейту, мына не болып түседі? Бөлу. Демек, 147 бөлу пи саны. 147 бөлінген 3. Өйткені пи санын не деп ал деді? 3-ке теңестіріп ал деді. Демек, 147 санын бөлу керекпін 3-ке. Ол болады тең 49-ға. R квадрат тең 49. Ал R тең бұл жерден 7-ге. Енді маған не керек? Осы шеңбердің ұзындығы керек. Ұзындық деген L, 2 көбейту пи көбейту R. Көбейтеміз 2-ні, пи саны 3, R-іміз 7. Барлығын көбейтсем, болады 42. С нұсқасы. Түсінікті болды деп ойлаймын, жақсылап жазып аламыз. Әрі қарай теңдеуді шығарамыз. Бөлшек теңдеу. Балалар, бізге ыңғайлы болу үшін біз мынаны аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырып алсақта болады. Ал жазып шығамыз. Асты 4, үсті 23. Азайту x, бұның астында 1 бар. Плюс 4-тен 1 тең, айналдырсам 5, төбесі 13. Ортақ бөлім 20. 5-тен берем, 20-ның өзінен берем. 5-тен берем, және 4-тен берем. 23-ке көбейтеміз 5-ті. Демек, 115 азайту 20x қосылған 5 тең 13-ке көбейту керекпін 4-ті. 52. Минус 20x-ті өткіземіз. Мынаға плюс 20x болып өтеді. 115 плюс 5 азайту 52. Демек, 115
қосамыз 5-ті, азайтамыз 52-ні. 68. Мына жерде сандарымыз бізде 68 тең ол қаншаға? 20x-ке. Демек, мен 68-ді бөлу керекпін 20-ға. X тең 3,4. Жауап А. Бұл есепте қателеспедіңдер деп ойлаймын, балалар. Келесі 16-шы сұрақ. Сыныпта 35 бала бар. Демек, барлығы 35 бала. Олардың ішінен 19 оқушы футболмен. Демек, футболистері 19. 13 оқушы волейболмен. Волейболистері 13. Ал 4 оқушы екеуімен де айналысады. Демек, футбол, волейбол мен екеуімен 4 оқушы айналысады. Сыныпта футболмен де, волейболмен де айналыспайтын қанша бала бар? Демек, еш нәрсемен айналыспайтын қаншау? Демек, балалар, біз шеңберімізді сызамыз. Мынау футболистер, мынау волейболистер. Ортасы бізде 4. 19-дан 4 азайтсам, мына жерім 15 таза футболшылар. Азайтсам, 13-тен 4 9. Ал енді бізде пайда болды таза футболистер 15, таза волейболистер 9, екеумен де айналысатындар 4-еу. Бұлардың барлығын қосамыз және жалпы балалар саны 35-тен азайтамыз. Демек, бұл болады бізде 15 қосылған 13, 28. Демек, бүкіл балалар саны 35, одан 28-ді несемін азайтамын. Болады бізде 7 бала. Осы 7 бала Д нұсқасы еш нәрсемен айналыспайды. Футболмен де айналыспайды, волейболмен де айналыспайды. Ал енді есепті тоқтатып 2 рет жазып алдыңдар деп ойлаймын. Біз енді келесі есептерге көшеміз. 8 адам шеңбер жасап тұр. Әр адам 2 көршісімен ғана амандасады. Қанша қол алысу болады? Қызықты есептердің бірі. Балалар, бұл жерде 8 адам шеңбер жасап тұр. Қараңыздар. 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші және 8-ші. Енді бізге айтады, 8 адам екенін білдік, шеңбер жасап тұрғанын түсіндік. Әр адам тек 2 көршісімен. Демек, 8-ші номер 7-мен және 1-мен амандасады. Ары қарай енді 1-ші номердегі мына жағымен амандасып қойды ғой. Енді ар жағымен амандасады. Мынау келесімен, мына жақ тағы да келесімен, мынау да келесімен, ары қарай и дальше болды. Енді мынамен амандасып қойған, уже амандаспайды. Демек, получается, бізде 1-ші, 2-ші амандасу, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші, 8-ші. Барлығы 8 амандасу болады. Дұрыс жауабы Б. Балалар, өйткені бір адам 2 жағымен амандасы, ары қарай уже не істейді? Бір жақпен ар жағында тұрған көршілермен амандасып кетеді. Общий бізде жалпы 8 амандасу болады. Келесі 18-ші есеп. Ауданы 78,5. S тең 78-де 5 болатын дөңгелектің радиусын тап деп тұр. Демек, табу керекпіз нені? Радиусты. Демек, аудан дегеніміз πr квадрат, ол тең 78-де 5-ке, пи санын 3-те 14 деп ал деп тұр. Демек, 3-те 14 көбейту радиустың квадраты тең 78-де 5. Осы жерден радиус квадрат табамыз. Көбейту өтеді бөлу боп. 78-де 5 бөлу 3-те 14. Бізде 78-де 5 қандай радиус болған кездегі аудан еді? Кімнің есінде бар? Әрине болсам бізде 25, радиус
5-ке тең болған жағдайда, я? Радиусымыз 5 болса, ауданымыз 78-де 5-ке тең еді. Келесі 19-шы есеп. Балалар, есептер түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. Есептерге қатысты сұрақтарыңыз болса, ертең сабақта сұрауларыңызға болады. Ал мен сабақ бермейтін оқушыларды сұрақтарыңызды дайындап келулеріңізге болады. Амалдар реттілігі, әрине, бірінші кезекте мына жақшаны орындаймыз. Жақшаның ішінде әуелі бөлу, екінші тағы да бөлу, ең соңында мынау азайтуды орындаймыз. Әрі қарай төртінші амалымыз мына соңғысы. Кеттік. Бірінші амалымыз айналдырамыз міндетті түрде бұрыс бөлшекке. Минус 7-ден 7 бөлі 2. Сразу көбейту деп жазам. 3 үстіне түседі. Орын ауысып түседі, білеміз, көбейту деп орындаған кезде. 3 жоғарыға барады. Асты 14. Екеуін қысқартам. 2 пайда болды. Минус 3 бөлінген 4. Екінші амалым минус бізде олда. Минус астында 3, үстінде 14. Көбейту. 2-ні жоғары көтерем. Орын ауысып түседі, білеміз, бөлу орындатқан кезде. 2 жоғарыда, 7 астында. Екеуін қысқартамын. 2 тең минус 4 төбеде, 3 астында. Енді үшінші амалым бізде минус 4-тен 3, минус 3-тен 4. Ортақ бөлім 10, ортақ бөлім 12, минус бізде плюсты береді. Мынаған береміз 3-тен, береміз 4-тен. Минус мына жерде дұрыстап қояйық. Бізде бұл жерде екеуі бір-бірімен есеп тұр. Минус қарыз-қарызбыз, екеуі қарыздарымыз қосылып тұр. Ортақ бөлім 12. Минус 9, минус 16. Бізде болады ол қаншаға? Минус 25-ке тең. Минус 25. Келесі соңғы амалымыз. Төртінші амал. Минус 25 астында 12 көбейту. Астында 5, үстінде 24. Бұл да қандай таңбамен? Минус таңбасымен. 25 пен 5 қысқарады, 5 болады. 12 мен 24 қысқарады, 2 болады. Мынау екеуінде де мынада да минус бар, мынада да бізде минус бар. Сонымен жауабымыз болады плюс 10. Енді мына соңғы төртінші амалды қайта жазып көрсететін боламын. Соңғы амалды қайта жазып көрсетемін. Төртінші амал. Бізде үшінші амалдан жауабымыз шықты. Минус 25 бөлі 12. Одан кейін көбейту амалы. Таңба минус. Бұл жерде астында 5, үсті 24. Балалар, көбейткен жағдайда қысқартамыз. 25 пен 5 қысқартсам 5, 12 мен 24 2, екеуінде минус болғандықтан жауабымыз плюс бен болады. Мына жерде жоғарыда 5, ар жағында 2, екеуін көбейтсем 10. Асты бізде 1. Есептің дұрыс жауабы Е нұсқа деп беріп қояйық. 10 деген жауап. Келесі 20-шы есеп. Бұл есепті таныдыңдар деп ойлаймын, балалар. Бұл жерде жай көбейткіштерге жіктеп көрсетіп қойған. Қараңыздар. 3, 7, 11, 11. Неге 2 рет 11 жаздым? Өйткені 11 квадрат дәрежеде тұр. Келесі 3, 11 және 13. 3-ті 2 рет жаздым, өйткені 3 квадратта. 2 рет екеуіне де тиесілі иә, біреуіне минус, екеуіне де тиесілі иә, мынау минус. Демек, екеуіне тиесілі болғандар 3 және 11. Екеуін көбейтсем, ол қай сан? 33 саны. Жауап С нұсқасы. Балалар, есептер түсінікті болды деп ойлаймын. Жақсылап 2 реттен жазып аламыз тоқтатып. Сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде ертең сұраймыз. Жақсы балалар, сау болыңыздар. Ертең сабақта жолыққанша.
біз сіздерді жақсы көреміз, жақсылап оқимыз, жақсылап дайындаламыз, аз уақытымыз қалды.